Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 70-ші сабақ бас әріппен басталып жазылатын сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен ережені есімізге түсірейік. Әрқашанда адамның аты жөні бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, Досан, Әсем, Нұржанұлы кім деген сұраққа жауап береді екен, балалар? Келесі жер су аттары бас әріппен басталып жазылады. Алатау, Тараз, Жетісу, Семей, Іле. Үй хайуанаттары мен жануарларына қойылатын аттар бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, Ақтөс, Мойнақ, Байшыбар. Жақсы балар. Келесі балар, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Тақырыбы бурабай. Нұрын төгіп көкке күн, арта түскен қуаты. Бурабай ол көкшенің сусындайтын суаты. Бір көрген жұрт тамсанып, қандай әсем сұлу дер. Жұмбақтас пен оқ жетпес, аңыз болған ұлы жер. Авторы Құлкерім Елемес. Балар, өлең не туралы айтылған? Бурабай туралы айтылған, не балар? Өлеңнен бас әріппен басталып жазылған сөздерді табайықшы. Күн, дұрыс, бурабай, көкше және оқ жетпес, жұмбақтас сөздері бас әріппен жазылған. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, жерге ең жақын жұлдыз күн деп аталынады. Сол себепті күн бас әріппен басталып жазылады. Көкше дегеніміз ол көкше тауды айтып тұрмыз. Сондықтан да жер су атауы болғандықтан көкше дегеніміз де ол бас әріппен жазылады. Балалар, бурабай ол өлкенің атауы, жұмбақтас ол тастың атауын айтамыз, ал оқ жетпес ол биік жартастың атауын айтамыз. Сондықтан да бас әріппен жазылып тұр. Және балалар, сөйлем басталарда бірінші сөз әрқашанда бас әріппен басталып жазылады. Жақсы балалар. Олай болса екінші жаттығу қарайық. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді қатесін түзеп көшіріп жаз. Балалар, сөйлемдерді оқимын, қай сөйлемде қате бар екен анықтайық. Бурабай көркем өлке. Қате бар ма балар? Жоқ, қате жоқ, дұрыс айтасыңдар. Бұл өлкеде көлдер көп. Жақсы балар, қатесіз екен, е? Бурабай көлінің ортасында жұмбақтас бар. Балар, қате бар ма бұл сөйлемде? Я, дұрыс айтасыңдар, қате бар екен, яғни жұмбақтас деп бас әріппен жазылуы керек. Жақсы балар, жарайсыңдар. Олай болса балар, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Берілген буындардан өзен, көл аттарын құрастырып айт дейді. Тағы да қандай өзен, көл аттарын білесің. Балар, сөздер құрастырайық. Олай болатын болса, бастапқы кезде бас әріппен жазылған сөздерді буындарын оқиық. Бал, қаш, балқас. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Сыр, дария, Сырдария. Келесі. Ертіс және Зайсан. Жақсы, Іле және Қапшағай. Өзен көлдерінің атауы шығады екен. Жақсы балар, жарайсыңдар. Балар, бұл өзен көлдерден басқа да өзен көлдердің атауын білеміз бе? Жақсы, жарайсыңдар балар. Тобыл, Жайық, Есіл балар, е? Жақсы, жарайсыңдар. Бұдан да басқа да өзен көлдердің атаулары өте көп екен. Я балалар. Жақсы балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.